Қалайсыңдар накамалар, бүгінгі видеода біз One Piece анимесін жалғастыратын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырау теу мешесін басуды ұмытпаңыздар, ал біз бастаймыз. Видеоның басында бізге Бартолмеоны көрсетеді. Бартолмеоны көріп тұрғандарыңыздай Шанкстың алдында тізерлеп отыр. Себебі Бартолмео Шанкстың флагын өртеген болатын. Әрмен қарай Шанкстың командаласы оған у береді. Ол уды ішіп алады да, мен валлахи ешқандай да жаманшылық жасаған жоқпын деп айтады. Оның өтірік айтып тұрғанын әрине Шанкс жақсы біледі. Шанкс күліп тұрады да Ясопқа оның командасын толығымен құрт деп айтады. Бартолмеоның түрі ақып кеткен. Содан кейін командаласынан айырылған Бартолмео шарасыз қалады. Әрмен қарай бізге болашақ қарақшылар патшасы Маршалы Дитичті көрсетеді. Маршалы Дитич командаластарына Кобиді неліктен жібересіңдер деп оларға қатты айқайлайды. Ортаға Кузана араласады да, бәсеке қараңыз, мен одан да жақсысын ұстап алдым деп айтады. Ол әрине қаһарман Гарп. Жә қоя беріңдер, біз болашақта одан да жақсыларын аулаймыз деп айтады Маршалы Дитич. Әрмен қарай Ророноа Зоро өзінің үш қылыш стилін көрсетеді де Айдахарды Монки Ди Луфиға жақындатады. Монки Ди Луфи болса оны бір ударымен құлатады. Монки Ди Луфи арсанды құлатқаннан кейін командаластарына әлі алда ұзақ шайқастар күтіп тұрғандығы жайлы айтады. Әрмен қарай ортаға Мүйізбас араласады. Ол өзінің командаластарының өртеніп жатқандығына таңғалады. Ателесіп кетіпін, командаластары емес өзінің бөлмесі секілді. Осы бөлмедегі жануарлардың барлығын Мугивара Луфи мен оның командаластары тыныш қана айырып тастайды. Олар бөлмеден қашып бара жатқан кезде оларды үлкен мысық күтіп алады. Әрмен қарай Мугиваралықтар мысықтың үстіне қарай мініп алады да өз жолдарымен қарай кетіп бара жатқан болатын. Олар енді шығу үшін Бартелге қарай бара жатады. Мүйізбас Мугиваралардың қаяққа жатқандығын біледі және де бұл күн құдайы екендігі анықталады. Мугиваралықтар барьерден шығуға жақын, ал күн құдайы болса олардың алдынан салам алейкум деп шығуға дайын. Мугиваралықтар барьердің өтірік екендігіне көздері жетіп, түрлері ағып кеткен болатын. Күн құдайы болса қарқылдап күледі, себебі күн құдайы оларды баяғыдан танитындығы жайлы бізге көрсетіледі. Әрмен қарай күн құдайы аспанды толығымен қап-қара бұлтты етеді, бірақ та Нами өзінің Зевсына айтады да күн құдайына шабуыл жасау керектігі жайлы хабарлайды. Мугивара Луфи да қарап тұрмай қабырғаны, яғни стенаны бір ударымен бұзып жібереді. Мугиваралықтар осыдан кейін құрт тұра бермей, біз барлығымыз жүрейік, Элбафқа қарай аттанайық деп айтады. Одан кейін бізге Дори мен Брогиді көрсетеді. Оларды Имсама дәл қазір басқарып тұр. Олар Вегапанкты өлтірді деген информация таратады. Дәл қазір олардың бастарына 1,8 миллиард берри тігілген. Ника Робин газетті оқып отырған кезде Дори мен Брогиді танитындығы жайлы ойланып отырады. Бір сәтте газеттен Мугивара Луфидің өзін көреді. Бізге әрмен қарай осы адам Элбаф ханзадасы жайлы айтып жатады. Сендер Локи жайлы ештеңе де білмейсіңдер. Ол өз әкесін өлтірген және де жауыз адам. Сол себепті ол әлі күнге дейін байлауда. Есін жиса болды, барлығына шабуыл жасайды, адамдарды қырады деп айтады. Біздің дәл қазіргі айтып отқан адамымыз кім екенін білесіз бе? Ол әрине гигант Локи, Элбаф ханзадасы. Элбаф ханзадасы Мугивара Луфиді әлі Ника екендігінен хабары жоқ. Әрмен қарай Мугивара Луфи мен Локи танысады. Локи бұл жердің Элбаф екендігін айтады және де Луфи қуанышы қойнына сыймай қатты қуанған болатын. Екеуі танысып болғаннан кейін Мугивара Луфи Локиға мыңдаған сұрақ қоя бастайды және аузы жабылмағаннан кейін Локи айқайлап жібереді. Осы дауысты естігеннен кейін Элбафтағы бүкіл жануарлар Локи жаққа қарай аттанады. Әрмен қарай екеуінің әңгімесі қыза бастайды. Сол кезде Локи Мугивара Луфиға сұрақ қояды. Егер де мені босатсаң, мен сенің кез келген қарсыласыңның көзін жоямын деп айтады. Ал егер де сен маған көмектеспейтін болсаң, мына аңдардың барлығы сені және сенің командаңды өлтіріп тастайды деп айтады Локи. Бірақ та Локидің жоспары іске аспады, себебі Мугивара Луфи аңдармен жақсы тіл табыса алады. Әрмен қарай гигант Локи Мугивара Луфиға болашақта, яғни алдағы уақытта Шанкс келетіндігі жайлы айтады. Шанкс деген сөзді естіген Луфи Локиға қарай жүгіреді. Ол одан қашан Шанкс келеді деп сұрайды, бірақ та Локидің жауабы мүлде басқа. Локи Шанксты жамандайды. Сол кезде Мугивара Луфи ашуланады да Локиға қарай шабуыл жасайды. Луфи Локиға шабуыл жасағаннан соң Локидің көті тырысып қалады да енді мен саған ешқандай да информация айтпаймын деп айтады. Бізге әрмен қарай Хайрудинді көрсетеді. Ол да Мугивара Луфидің алдынан шығып оларды өлтірмекші болады. Хайрудиннің да өзінің командасы бар екен. Хайрудин өзінің командасын Дори мен Брогидан кейін құрған. Капитаны Хайрудин, плотник Стансен, навигаторы Роат, аспазшы Болдберг, дәрігерлері Гер. Осы бесеуақ екен. Мына жақта Нами, Санджи және де Зоро.
Бұлар Элбафтың табиғатын көріп бастары айналып жатыр. Луфидің командасы жан-жаққа қарай шашырап кеткен еді. Енді олардың барлығы да бірге. Әрмен қарай Хайруддин Мугивара Луфидан кешірім сұрайды Роуат үшін. Сауль Никаробинмен кездеседі. Естеріңізде болса, осы Саульді бұрын адмирал Аокиджи өлтірді деп ойлаған едік. Сөйтсек, Кузан Аокиджидің жүрегі тым ақ, яғни жүрегі жұмсақ екен. Осыдан кейін екі достар бір-бірімен құшақтасады да қатты жылайды. Осыдан кейін команда капитаны Мугивара Луфи Саульдің алдына келіп Никаробинді қорғағаның үшін саған 1000 алғыс деп айтады. Осыдан кейін Сауль олардың командасына қарап, бұлардың командасы өте ерекше, мейірімді және де жылулық тасып тұр деп ойлайды. Әрмен қарай Лилит келіп өзінің Вегапанк екендігін айтады. Сауль болса Вахуе. Әрмен қарай Мугиваралықтар үкінің сиқырлы кітапханасына қарай кіреді. Егерде кітаптың бетін ашса, олар үлкейіп кетеді екен. Бұрын Охарада өртеніп кеткен кітаптардың барлығын Сауль өзі жинап осы кітапханаға қарай сақтап қойған екен. Әрмен қарай гигант Локи Дендумушу арқылы біреумен тілдесіп жатады. Мугиваралықтар болса тамақтанып жатқан кезде мына жақтан белгісіз адам пайда болады. Бұл белгісіз адамдардың кім екендігі жайлы сіздерге алдағы уақытта айтып беремін. Әрмен қарай Фрэнки қуанып жатады, себебі өздерінің қайықтары, яғни кемелері осы адым ағашынан жасалған екен. Адым ағашы өте керемет ағаш және де сынбайды. Сауль Фрэнкиға бұндай ағаш әлемде жалғыз емес және де бұлардың бірнешеуі бар екендігі жайлы айтады. Фрэнки осы жерде қалатындығын айтқаннан соң Мугиваралықтар өздері бухат етуге қарай кетіп қалады. Әрмен қарай бізге Ярли есімді адамды көрсетеді. Ол Элбафтың көсемі екен. Оның жасы 408 жаста екен және де оның басына қадалған қылышты көрген Мугиваралықтар шошып кетеді. Әрмен қарай белгісіз біреулер Элбафтың күзетшілеріне қарай келеді. Бұл адамдар Локиді, яғни Элбафтың ханзадасы жайлы сұрайды. Олар қарқылдап күліп жатқан кезде мына екеуі оларды смело өлтіріп тастайды. Ешқандай қимылсыз. Және де бұл екеуі сұрақты қайталап қояды. Мына жақта Роуат болса Мугиваралардан кешірім сұрайды. Роуаттың кешірім сұрау себебі ол өзін күн құдайымын деп айтады екен. Бірақ та күн құдайы ол жалғыз. Күн құдайы ол әлбетте Ника. Әлем 2 рет жойылайын деп жатқан кезде екеуін де Ника құдайы құтқарып қалған. Әрмен қарай Мугивара Луфи Локи жайлы сұрайды. Содан соң барлығы тынышталып қалады да, біз Локиді жек көреміз, себебі ол біздің көсеміміз Харальдты өлтірді деп айтады. Әрмен қарай гиганттар өздері Шанкс жайлы әңгімелесе бастайды. Осы кезде Луфидің астынан су шығады да басқа жаққа қарай кетіп қалады. Әрмен қарай Зоро Луфиді байқап қалады. Және де Луфидан сен не істеп жүрсің, және де сенің мақсатың не деп сұрайды. Луфи өзінің мақсаты біреу, және де біздің дәл қазіргі жоспарымыз Локиді босату. Зоро, бізге дәл қазіргі уақытта Локиді босату қажет. Зоро, түсінші, егерде біз Локиді босататын болсақ, ол бізге Шанкс жайлы барлық информацияларды айтып береді. Зоро одан кейін ойланады да жарайды деп айтып Локиді босатуға қарай аттанады. Бағалдегі айтқан екі адам, яғни белгісіз біреулер Локидің алдына қарай келеді. Олар Локиға біздің командамызға қосыл, яғни қасиетті рыцарларға деп айтады. Одан кейін Локидің жауабы біреу, ол оларға әрине пошел нахуй деп айтады. Осыдан кейін екеуінің бір жерлері ашып кетеді де келесі серияда не болатындығы жайлы бізге көрсетеді. Одан кейін не болатындығы жайлы сіздерге мен мангамен түсіндіріп берейін. Гунко мен Шемрок Локимен кездеседі және де Локи олардың ұсынысынан бас тартады. Ашуланады да Локиға өзінің жібімен шабуыл жасайды. Гунко ашуланып жатады және де оны тепкілеп тастайды. Локи қатты шаршады. Осы шаршағаннан кейін қатты айқайлайды. Шемрок болса Гункоға тоқта дейді. Шемрок өзінің киімін толығымен шешеді де біздің командаға қарай қосылсаңшы, Локи, сен көптеген байлықты иеленесің және де біздің қасымызда болсаң, саған бессмертный береді деп айтады. Бессмертный дегеніміз не? Яғни егерде оған бессмертный беретін болса, ол ешқашанда өлмейді. Бірақ та бір жаман жері, сен мәңгілік имсамаға қарай қызмет етесің. Гунко мен Шемроктың болса әлі де үміті бар. Оған барынша Мариджоуға қарай қызмет ету керектігі жайлы айтады. Егерде Шемроктың орнында мен де болсам, Локиді командама қарай қосып алушы еді. Қасиетті рыцарлар бессмертный, олар толықтай имсамаға қарай қызмет етеді. Шемрок болса тағы да қоймай, Локиға біздің командаға қарай қосыл деп соңғы рет ұсыныс жасайды. Локи да оған өзінің соңғы жауабын айтады. Мен сендер сияқты құлдарды азаптамаймын деп айтады. Егерде сен бізге қарай қосыл
болсаң, мен саған тиіспеймін және де шабуылды жасамаймын деп айтады. Локи оларға әрмен қарай ойнаңдар дейді. Содан кейін Шемрок пен Гунко ашуланады да Шемрок өзінің қылышын шығарады. Шемрок әрмен қарай Локиға шабуыл жасайды және де оны қатты азаптайды. Оны азаптап болғаннан кейін мен сендердің командаларыңа енді ешқашанда қосылмаймын деп айтады. Мына екі сорлы кетіп бара жатқан кезде Локи ашуланады да егер де мен бұл жерден шығатын болсам екеуіңді өлтіремін деп айтады. Осымен 1167, 1168 және де 1169 серияларды түсінген боларсыздар. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған мен Микопи, сау болыңыздар.